Жая Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығынан арнайы пәндер оқытушысы Керейбаева Айжан Сабыржанова. Пән бейнелеу өнері негіздерін оқыту әдістемесі. Тақырып сабақ балаларды бейнелеу өнері іс-әрекетін үйретудің негізгі формасы. Сабақтың мақсаты студенттерге бейнелеу өнері іс-әрекетін ұйымдастырудың формасы туралы түсінік беру және оны ұйымдастыруға үйрету. Сабақ берудің түрі арнайы тағайындалған тәртіпте өтетін үйренуші мен үйретушінің, яғни тәрбиешінің арнайы ұйымдастырылған қызметі деп білу керек. Сабақ берудің түрі үйренушілердің сандық құрамына, оқу және үйрене алудың қатынасына, ұйымдастырылу түрінің әдісіне, өткізілу орнына және жалпы осы оқу процесінде алатын орнына тікелей байланысты. Бұл орын өз кезегінде оқу процесі ұйымдастырылуының қандай да бір түрін таңдау кезінде анықталған оқу тәрбиелеу мақсатына байланысты. Балабақшада тәлім-тәрбие берудің фронтальды, топтық және жеке бас үйрету түрлері қолданылады. Сонымен қатар балалармен оқу әдістемелік жұмыс олардың өмірлік ұйымдастырылуы мен күнделікті қарым-қатынаста қолданылатын сабақтан тыс ойындық процесті басқаруда жүзеге асады. Сабақтың басында оның ұйымдастырылуында қойылған негізгі дидактикалық мақсаттар сабақ мазмұнына қызығушылық көрсету, балалар назарын аудару және олардың алдында осы сабақты толығымен ашу тәрбиешімен шешіледі. Бұл мақсаттар әртүрлі жас топтарында әртүрлі өткізіледі және шешіледі. Сабақтың басталуы тәрбиешінің басты міндеттерінің бірі сабақтың соңына дейін шығармашылықты бір қалыпты жағдайды сақтау, балалардың жұмысқа деген ықыласын жоғалтпау. Сондықтан сабақты толық тыныштық сақтауға тырысып, тәртіпке шақырудан бастамау керек. Қызба қанды ұшқалақ балалардың назарын нысанға аударып, тез тыныштандыруға болады. Сабаққа даярлық. Сабаққа даярлық жоспар жасаудан басталады. Тақырып пен бағдарламалық материалдарды анықтап, тәрбиеші оқу материалын неғұрлым жақсы игеруді, қандай тәсілдермен, әдістермен қамтамасыз ете алатынын ойластырып алады. Сабақ өткізуге қойылатын гигиеналық талаптар. Баланың үстелде дұрыс отыруын сақтау орасан зор маңызды. Мектеп жасына дейінгі бала үстелге кеудесін тіремей түзу отыруға тиіс. Екі білегі де әсіресе сурет салған кезде үстел үстінде жатуы қажет. Аяқтары тізесінен тік бұрыш жасай бүгілген болу керек. Сабақтарға арналған бөлмедегі жиһаздарды балалардың бойына сәйкес іріктеп алу керек. Үстелдер мен орындықтар жарыққа қатынасы жағынан дұрыс орналастырып, терезеден шамамен жарты метрде қашықтықта қойылуы тиіс. Жарық жақсы болған кезде көру өткірлігі, яғни форманы, заттың бөлшектерін қашықтықтан дәл айыра білу жақсартылады. Денсаулық тұрғысынан алып қарағанда, сол жақтан түскен күндізгі жарық қолдың көлеңкесі жұмыстың бетіне түспеуі ең жақсы жарық болып есептелінеді. Сабақты жоспарлаған кезде тәрбиеші балалармен қандай дайындық жұмысы өткізілуге тиіс екенін анықтайды. Бақылау, әңгімелесу, әңгіме оқу, жаңа ойыншықпен танысу және тағы басқа. Сабақтың алдында тәрбиеші жұмыс үшін қажетті материалды дайындайды. Балшық илеп, қағаз дайындайды, геометриялық формалар кесіп алынып, қарындаштар ұшталады. Қылқаламдар мен басқа жабдықтар жайлы жағдайлар тексеріледі. Және алдын ала бояу қажет болса, оны қажетті ыдыстарға езіп қояды. Бала түсінігін нақтылау үшін алдын ала тақырыпты шолу, саяхаттар, баланы форма мен түспен, көлеммен таныстыратын ойындар өткізіледі. Сабақ өткізілетін бөлмеде сабақ басталар алдында жиһаз өз орындарына қойылып, материал алдын ала үстел үстінде дайындалып, ойын өтетін бұрыш тәртіпке келтірілуі тиіс. Кіші сәбилер тобында материалдарды тәрбиеші дайындайды. Естияр мен ересектер тобында балалар өздері алады. Даярлық топта кезекшілер дайындайды. Өздері сабаққа даярланған кезде балалардың бойында қуанышты көңіл-күй, сабаққа деген ықыластары артады. Тәрбиеші балаларға керек жарақты әдемі, ыңғайлы, тиімді қоюға үйретеді. Сол кезде эстетикалық тәрбиеге де үйренеді. Үстелдің үстін материалдармен толықтырмау және бала назарын аудармау үшін материалдың бір бөлігін бірден қойылмаған жөн. Мысалы, желім кішкентайлар тобында жабыстыру жұмысы кезінде үстел үстіне балалар формаларды қағаз үстіне салып, тәрбиеші тапсырманың дұрыс орындалғанын тексергеннен кейін қойылады. Кейде сурет салуға арналған қағаз бірден таратылмай, жұмыс тәсілдерін түсіндіргеннен кейін ғана беріледі. Ересек және естияр тобында сабақты сұрақтар беруден бастауға болады. Кеше қайда болдыңдар? Қазір қандай жыл мезгілі? Қандай суреттер көрдік? Кейде сабақ тапсырманы ұжым болып орындау ретінде өтеді. Үй, әдемі оюлар, аквариум тақырыптарын алуға болады. Тапсырманы ұжымдық орындауға берілетін нұсқаулар балалар саналы түрде жұмыс істеу үшін сабақ басында айқын баяндауға тиіс. Кішкентайлар тобында сабақ көбіне ойыннан басталады.
қуыршақ, қонжық, қоян кіріп келіп сөйлемесе де барлық балаларға көрінетін орынға барып отырады, ал балалар қуыршаққа беретін тамақтарының мүсінін жасайды немесе оған кішкене лентадан суретін салады. Тәрбиешінің алғашқы сөздері балаларды қызықтырып, олардың назарын тапсырмаға аударуы тиіс. Картиналарды қарап шығу, ойын әрекеттерін пайдалану, өлең, ертегі және тағы басқа осындай жайттарды пайдалануға болады. Балабақшада сабақты ұйымдастыру кезінде бейнелеу өнеріне оқыту барысында оқушылардың ойлау қабілеті, көргенін есте сақтау, шығармашылық қиялы, көркемділік икемділігі, адамгершілік және сұлулық сезімдері дамиды. Әрине, бұл қасиеттер жеке тұлғаның жан-жақты дамуына негіз болатыны сөзсіз. Бейнелеу өнері дәстүрлі бейнелеу өнерінің түрлерімен, жанрларымен бірге дизайн, оригами, коллаж, тағы басқа бейнелеу жасырмалау жұмыстарында қарастырады. Балабақшада бейнелеу өнер іс-әрекетін дамыту үшін арнайы бұрыштар да жасалынады. Бұл бұрыштарда сабақтарды өткізуге және күннің екінші жартысында балалардың еркін іс-әрекет жасау іс-әрекеттері ұйымдастырылады.